Сәлем достар, бүгін піскен қызылшаны сақтау әдісімен бөлісемін. Алдымен қызылшаны пісіріп аламыз. Пісіріп алған соң осылай суытып алып, одан соң сыртқы қабығын аршимыз. Қызылшаны сақтайтын банкамызды осылай жақсылап стерилдеп аламыз. Одан соң қызылшаны тығыздап салып шығамыз және үстінен қайнап тұрған су құямыз. Суды бетіне дейін толтырып құямыз. Енді қақпағын тығыздап жабамыз. Ауа өтпейтіндей жақсылап жабу қажет. Осылай қызылшаны орап бір тәулікке қойып қоямыз. Дайын болған қызылшаны тоңазытқышта сақтау қажет, яғни салқын жерде, жылы жерге қоюға болмайды. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алда рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз.